Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай керемет қуырыстың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге керекті заттар: жұмыртқаның 2 сарысы және 2 жұмыртқа қажет. Оның үстіне қантымыз бен тұзымыз салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Одан кейін 2-ге бөліп, нанның қамыры сияқты илеп аламыз. Және де дәл видеодағыдай кесіп және шпажкаға орап, қызып тұрған майымызға дәл осылай шанышқының көмегімен домалатып, екі жағын қуырып аламыз. Сіздерде шпажка болмаса, жай ғана шанышқының бас жағымен орап алып жасаңыздар болады. Дәл осылай барлығын қуырып аламыз. Мінекей біздің қуырысымыз дайын болды. Барлығы өте дәмді болып шықты. Шаймен өте керемет кетеді және оңай жасалады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.